келе берсін, дені сау болсын, ең бастысы денсаулық ең бірінші. Сол денсаулығы мықты болсын, елімізге танылған керемет қыз болсын. Барлық жақсылық тілеймін сіздерге. Осындай керемет дастархан жайып жатсыздар. Рахмет үлкен. Осындай қуанышты дастарханда жүздесіп жүре берейік. Отбасыларыңызға амандық, денелеріңізге саулық, жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Біз енді кіндік папа мамасы ретінде көп ойландық, не алып береміз деп. Енді біздің жолымыз алтын сырға алып бергіміз келді. Бірақ ол алып қой дегесін ең алғашқы құлпарын құрметпен алып қойсауымыз. Біз шын мәнісіне өте көп ойландық, подаркіге не алып береміз деп, соңында осы машина алып береміз деп шештік. Себебі сырға да неше түрлі балаға керек заттардың барлығы алынып қойылған. Онымен тоқтамадық, Трендиолдан тағы да заттарға заказ бердік. Алғашқы тұлпарлар сонымен қатар жарқырап жүре және де біздің Адина қызымызға да сыйлығымыз бар. Оған да осындай әп-әдемі құлпырып жүре берсін дейміз. Бұл көйлектерді Турциядан Трендиол сайтынан заказ бердім. Әр көйлек маған 6800 теңгеге шықты. Ал қалада бұл көйлектер 11-14 мыңның айналасында. Тігістері барлығы ұнады. Бір емес, бірнеше көйлекке заказ бердім. Өзімнің қызыма да ақ киген көйлектегі қыз, ол менің қызым, оған да заказ беріп алдырттым. Және де осы Айлинка мен Адинкаға да қоса заказ бердім. Бұл көйлектер 2-7 жүріп келді. Алған подаркілер маған өте қатты ұнады. Ең бірінші қыз баласына көйлек керек, оны барлығымыз білеміз, жақсы көреміз. Сол себептен көйлек және де осындай эффектный машина шармен бірге гелевый заказ беріп алдырттым. Кіндік папа мамасынан бөлек, мына жерде құдағай маған жолын беріп жатыр, яғни тұсауын кесесін деп. Осындай үлкен құрметке ие болдым. Нұргүл Құдашамдай әдемі, көркем, мұғалім болсын, жақсы ұстаз болсын деп, өзіміз осы Нұргүл Құдашаға жолдадық. Осыны дейміз ба? Тәпсі жүрмей қойды ол қазір. Тәпсі жүрмей қойды. Тұсау кесер. Оны маған беріп жатсыздар. Үлкен рахмет сіздерге. Айлин қызымыз парасатты, өнегелі, ғұмырлы қыз болсын, жолы ақ болсын. Тіпті мына ала жіптің өзінің, табиғатта өзінің нышаны бар. Ала ғана жалғыз қалған барлығы пысықталып жаратылған. Мысалға, жақсылық пен жаманды, қара мен ақ, суық пен ыстық деген сияқты, ақ пен қара деген сияқты. Егерде өмірінде жамандық келсе, жасымасын, бойын көтерсін. Ал егер жақсылық асықтасын болса, асықтасымасын, күпіршілдік жасамасын, екеуінен де тең өтсін деп, бүгін тең қылып қиятын боламыз. Жалпы тіршіліктің барлығын тең қылып жаратылған екен ғой. Қараңыздар, ер мен әйел, ыстық пен суық, жарық пен қараңғы, бірі бар жерде міндетті түрде екіншісі болады. Міне осыдан тең өтсін деп тұсауын кеседі екен. Қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам. Қаз балам, тақымыңды жаз балам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Жалпы тұсау кесер, сәби бесіктен шығып, еңбектеуден өткен соң, қаз тұрып, тәй-тәй басқанда жасалатын дәстүр. Бала екі табанмен тұрып, алғашқы қадам жасауға талпына бастаған сәтте, дана қазақ баламыз тез жүріп кетсін деген ниетпен сәбидің тұсауын кестіріп, думандатып той жасайды екен.
Ырымшыл қазақ тұсауы кесілмеген бала сүріншек, болашақта жығылғыш болады деп пайымдайды. Ал тұсауы кесілген бала біреудің ала жібін аттамайтын адал, жолы ашық азамат болады деп санаған. Кейбір дана қазағымыз баланың тұсауын малдың тоқ ішегімен және көк шөппен кестірген. Тоқ ішекпен кесудің себебі бала бай, дәулетті азамат болсын деп ырымдауында. Сондай-ақ бала шөпте қаулап өссін, шөп сияқты көгеріп, көбейіп, көктесін, ұрпақты болсын деп ырымдап тұсауын көк шөппен де кеседі екен. Бір қызығы, қазақ халқы баланың тұсауын жайбасар, сүреншек адамдарға кестірмейді екен. Баланың тұсауын жиналған көпшілік арасынан шаруаға икемді, елгезе, қимылы, ширақ адамға кестіреді. Сөйтіп, пысық адамды таңдайды екен. Міне өстіп, Алинка қызымыз ақшаны таңдады. Ол да тегін емес негізінде. Себебі тұсауын кесіп тұрған мен, яғни бұрынғы мұғаліммін, қазіргі бухгалтермін. 2 жұмысты қатарынан алып жүрген адаммын. Сол себептен ақшаға да жақынбыз, білімге де жақынбыз. Ең бастысы қадамы оң болсын балапанның. Ал жалпы осы жерде айта кетейін, баланың алдына осылай жайып қойып кітап, ақша, үйдің кілті, машинаның кілтін қойып қою, ол бұрыннан келе жатқан дәстүр емес, бергіректе шыққан екен. Ал баланың ала жібін кесу, ол бұрыннан ата-бабамыздан келе жатқан дәстүр. Осылай шағын отбасы арасында Айлиннің тұсауын кестік. Қуанышымызға ортақ болғандарыңызға рахмет.